Сонымен мен сіздерге баяғыдан бері өзім сөз берген, уәде еткен видеоларымды енді түсіруге шешім қабылдадым, түсіруге бастайық. Установки деп айтады орысша, немесе қағидалар, біздің тұжырымдамалар. Біздің кіші кезімізден бастап ортамыз бізге қойған, немесе өзіміз сөйтіп қабылдап алған заттардың барлығын установки деп айтады. Ол мысалы бір адам, мына домалақ тұрған сіздер адамсыздар, ренжімеңіздер суретке. И әрбір нәрсе мына сіздің тұжырымдамаларыңыз. Мысалы мен лайықты емеспін бірдеңеге, немесе я недостаточно ерту керек, яғни қағаздаламыз да жазамыз. Бірінші мысалы мен 5 миллионға бизнесқа, мысалы өзімдікін, 5 миллионға бизнесқа әлі лайықты емеспін, или әлі бастай алмаймын. Келесінде бастай аламын. Сонысы бастай алатыныңыз ойлайсыз, шынымен неге бастамаймын деп ойлайсыз. Мысалы, или болмаса келесі, менің әлі опытым аз. Менің опытым жетеді деп сөйтіп жазу керек, жоқ деген нәрсені деп жазу. Сосын сіз ойлайсыз, шынымен мен неге өйтіп ойладым? Мысалы қарап тұрсаң, ол неге мен бүйтіп ойладым деген сияқты. Соның барлығын сөйтіп ойласаңыздар, сіздердің уже ойларыңыз өзгереді, уже сіздердің жаңағыдай алдыға жылжуға мүмкіндіктеріңіз туады. Тұжырымдамаларыңыз өзіңіз ойлап жүрген, мысалы, бір нәрсені сіз деген, даже арзан қымбат дегенде ой. Сол себепті ары қарай жалғастыратын болсақ, оны бірінші жаңағыдай жазып шығасыз. Сол кезде уже сіздің ойыңыздың өзгеруіне ол жаңағыдай осы ықпал етеді. Енді неге бізге үлкен ақшалар келмейді, неге біз бай емеспіз? Мынандай ойлар да бар. Мен просто жаңағыдай айтып кетейін. Кейбіреулер қатты үкіметке, бірдеңелерге жыны келіп тұрады, депутаттарға қатты, как будто бір ақша бар сияқты да. И ол байлардың бәрі біздің ақшамызды жеп отыр, бізге жетпей қалады деп ойлайды. Тоже дұрыс емес нәрсе. Себебі қазіргі заман, қазір біздің заманда кез келген курс бар, білім бар, барлығы адамдар бөліседі. Біздің тез мысалы бір 3 айда байып кетуімізге, 6 айда тек қана ойымызды өзгерту арқылы тезірек байып кетудің мүмкіндігі бар. Бұрынғыдай мысалы жылдап келіп, опыт алып, мысалы бір қателесіп, сондай болған жағдайларда ғана адам ақырындап өсетін да. Ал қазір мүмкіндік бар, біз деген ойымызды өзгертіп, және де алға қарай қадамдар басуымызға мүмкіндік туады. Сен деген ұтып алдың ба еді, сол кезде сен не құртатын пландарыңды айтасың. Сол сияқты үлкен суммалар ұтуыңыз үшін сізге план керек. Не істейсіз ол суммамен? Сіз мысалы қандай жаңағыдай ол ақшаны неге жаратасыз деген сияқты сізде план болу керек. Сонымен планирование тоже маңызды. Сонымен бірінші айттым тұжырымдама, екінші планирование, үшеуміз төртеу болып кетті. Үшінші ол позитив. Кез келген позитивті ойлайтын адам, оған ақша көп келеді. Тіпті позитивті қалжыңдай білетін адамдардың ойлары басқаша болады ғой. Мен всегда айтатын, позитивті ойлайды, қалжыңдай білетін адамдар всегда жақсы болады. Жақсы настроение жүрсеңіздер, сізге ақша да көп келеді, көңіл күйіңіз жақсы болады. Даже вспомните, мысалы, сондай бір моменттер болады, когда сен сондай бір бақытты кездер, да, когда ты влюблена, да, өзіңіз наполнены болып тұрған кезде ғана адам біреуге ғашық болады. Сізге де адам ғашық болады, когда вы сами наполнены, когда сіз сондай бір позитивный ойлар ойласаңыз, Құдайға рахмет айтсаңыз. Төртінші нәрсе ол әрекет, ол заключительный қорытынды нәрсе. Осы мысалы бірінге қалайсыз ба, соған әрекеттер жасаңыз. Мысалы адамдар болады, депрессияға түсіп жатырмын, ақша жоқ, мен кедеймін. Короче, адам бір депрессияға түссе, түңілетін нәрселер, барлығы жаман нәрселердің барлығы есіне түсе бастайды. Тұру керек та, қозғалу керек. Әрекет, кез келген әрекет, мен өзім ақша жасаймын дейсіз. Я сам творец, өз-өзім өмірімді қолыма аламын, мен өз-өзім ақша жасаймын. Есіңіз түсіресіз, не істей аласыз? 4 сағат. Қиналып емес, күні бойы істегіңіз келмесе, 4 сағат қана істеймін. Сонымен ақша аламын, әртүрлі жерлерден, әртүрлі источниктардан аламын. Мысалы, бір жұмыс бірдеңемен, мысалы, SMM-мен алсаңыз, мен әртүрлі 5-10 адамнан ала аламын. Менің жағдайымда, мысалы, Турцияға ұшатын кезде сіздерге бөлісейін, ең бірінші істі бастау үшін қатты қорқыныш болды. Мысалы, баламен сондай момент болды. Баламен қалай ұшамын, ол жылай ма екен, самолет бірдеңе бола ма екен. Сол сияқты любой нәрсе, ол бәрі ұшып кете ме екен, 500 мың салсам, ол босқа кетіп қалмай, оның орнына мысалы үй салым болатын еді деген сияқты ойлар туындайды ғой адамда. Ол нормально да, адам қорқыныш, бірақ соны істегеннен кейін сіз ойлайсыз, қандай бұл жеңіл. Мысалы, мен даже тісім жұлған кезде, барған кезде қатты қорқып барасың, бірақ істеген кезде қандай элементарный нәрсе деген сияқты. Сонда қатты қорқыныш одолевать еткен кезде соны жеңу керек та. Вот ең біріншісі батылдылық, батыл болыңыз. Сосын айтайын дегенім, жалпы богатое мышление деген тағы да секрет деген кітап бар. Секрет деген кітап бар, немесе видео бар. Ютубта прям жазыңыз, соны көрсеңіз, өте қатты ойды өзгертер. Жалпы адамдармен бөлгенмен ренжімеңіздер. Жалпы
ойлары әртүрлі болғандықтан, мысалы ол бірнеке айтса, но басқаша айтып екеуі бір-бірін түсінбейді. Сол себепті біз мына ортаға ауысу үшін біз ойымызды өзгерту керекпіз. Олар деген с детства мысалы туыла салып, оларға ондай ақша жоқ, неке деген ондай ой болған жоқ та. Балаларына көбірек ақша беріп, оларға наоборот каждыйына жеке-жеке ақша береді, чтобы өзі ақшасы болып, өзі умел копить, да. Сол богатое мышление, яғни байлардың ойлауы осымен бітті. Видеом пайдалы болды деп сіздерге сөйтіп ойлаймын. Егер ұнаса, страницаларыңызда мені белгілеп кетіңіздер, ссылкасын көрсетіңіздер, лайк басыңыздар. Рахмет, тыңдағандарыңызға рахмет.